жас экскурсоводтар және жас өлкетанушы үйірме жұмыстарының аясында оқушыларға табиғи материалдардан бұйым жасау шеберлік сабағына қош келдіңіздер. Бұл шеберлік сабағымыздың мақсаты оқушыларға әсемдікті сезіне білуге тәрбиелеу, күнделікті кездесетін табиғи заттардан түрлі бұйым жасау тәсілдерін көрсету, эстетикалық талғамдарын қалыптастыру және шеберлік қабілеттерін арттыру болып табылады. Бүгінгі шеберлік сабағымызда музейіміздің қол өнер шебері, суретші безендіруші Өткелова Сабира Абдықадырқызы көрсетеді. Ең алдымен оқушылар сіздерге табиғаттан алынатын материалдармен жұмыс жасау барысында қауіпсіздік ережелерімен таныстырып өткім келеді. Бұйым жасар алдында пайдаланар заттарды ең алдымен тазалап алған жөн. Сонымен қатар қолданатын материалдарды, оның ішінде бұйымдарды және құрал-саймандарды ұқыпты ұстаған жөн. Әсіресе қайшы, пышақ, тағы да басқа өткір заттарды пайдаланған кезде абай болған дұрыс. Және де желіммен жұмыс жасаған кезде жұмыс жасау білу өнерін, тағы да басқа ережелерді аса сақтықпен қолданған жөн. Енді табиғатта өсіп тұрған нәрселерді қоғамда пайдалы еңбек ретінде көрсету үшін олардан әртүрлі бұйымдар, жасамалар, сыйлықтар жасауға болады. Табиғи материалдарды желімен жабыстыру, бекіту әдістерін бүгінгі шеберлік сабағымызда орындайтын боламыз. Ең алдымен шеберге бірнеше сұрақтар қойғым келеді. Бүгінгі табиғи материалдардан оқушылардың алдарында тұр. Бірнеше материалдар, солардан қандай бұйымдар жасаймыз және олардың пішінін, көлемін келтіру үшін қандай құрал-саймандар қолданамыз. Табиғи материалдарды бір-біріне бекіту үшін нені пайдаланған дұрыс? Соны ең алдымен оқушыларға қысқаша түсіндіріп өтсеңіз. Рахмет. Балалар, бүгін міне табиғи материалдан панно жасауға болады, гербарийлар жасауға болады, композициялар жасауға болады, натюрморт. Осыны алдарыңызда тұрған жеміс-жидектермен, көкөністермен, сосын алдарыңызда мына безендіруге арналған тағы да бөлек түрлі түсті қағаздар тұр. Сосын біріктіруге шпажкалар тұр, алдарыңызда бәрі тұр. Қайшы, пышақ, мына жерде клей да бар, тағы не. Тағы да мына керек заттар алдарымызда тұр мінекей. Егер жаңағыдай осылай безендіру керек деп нетіп жатсыздар, сұрайсыздар, иә? Безендірулер тұр міне. Яғни оқушылар берілген сурет бойынша бұйымды жасайды, иә? Және өз қиялдарыңыз бойынша, өз қалауларыңыз бойынша түрлі декоративтік әсемдік бұйымдармен әсемдесеңіздер, безендірсеңіздер болады. Ал ендеше сәттілік оқушылар табиғи материалдардан түрлі сыйлықтар, бұйымдар жасауға кірісе берсеңіздер болады. Рахмет. Оқушыларға қайшы бересіздер ме? Пышаққайшы береміз, именно не үшін керек ол? Мына жерде пышақ керек жоқ. Огурцы пайдаланады, кесуге пышақ керек екен. Нешінші класстың балалар? 6-шы класстың. 6-ға онда болады. Ұстай аласың ғой да? Абайлап ұстайық, иә? Өткір заттарды, құрал-саймандарды абайлап қолданайық. Сақтық ережелерін ұмытпайық.
Қалай енді ұнады ма шеберлік сабағы? Ұнады ма? Қызық, иә? Қаншама адамның ойын жетілдіреді, моторикасын дамытады. Сіздерге ұнады ғой? Бұрын өздеріңіз жасап жүрсіздер ме? Да? О, мінекей көрініп тұр жасағандарыңыз. Көп рахмет, өте керемет. Бәрің ұйымшыл болып. Яғни балалар күнделікті өзіміз қолданатын, күнделікті ас үйде қолданатын, тіпті табиғатта кездесетін жапырақтардың өзін қандай әсемдік ретінде пайдалануға болатынын көрдік. Түрлі заттарды жасап, барлықтарындікі дәл сол суреттегідей тіпті айнымай шықты десе де болады. Қолдарының икемі бар, сондай шебер балалар екенсіңдер. Бүгінгі шеберлік сабағымызда сіздерді көргенімізге өте қуаныштымыз. Алдағы уақытта да үйде дәл осындай күнделікті ас құралдарын болмаса да керексіз заттардан болсын бір көрнекі сыйлық жасауға болады. Мысалға қазіргі сарғайған жапырақтардың дәл кезеңі, кейін бұл ертең күн суытқаннан кейін бұларды таппай қаламыз. Сондықтан қазір алтын күзге ұстаздарымызға, аналарымызға, осы мейрамға, алдағы мұғалімдер күніне түрлі қолдан сыйлықтар әзірлеуге болады. Рахмет сіздерге.